Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Байланыста Шалдарақ Тілек Асылбекұлы. Бұл Репликон қазақ тілді медициналық каналы. Сіздерді каналда көргеніме өте қуаныштымын. Біз әдеттегідей артросинесмология курсының кезекті сабағын жалғастырамыз. Бүгін екінші сабақ үзілісті байланыстар туралы. Значит, қандай сұрақтарға біз бүгін жауап таба аламыз? Біріншіден, үзілісті байланыстар туралы түсінікті қалыптастырамыз. Ол қандай байланыстар, классификациясы қандай, жалпы буындар туралы, буынның негізгі және қосымша элементтері, буындардың классификациясы және жартылай буын туралы әңгіме қозғап, біз жалпы осы артросинесмологияның кіріспелік сабағын аяқтайтын боламыз. Және де дальше ары қарата практикалық және негізгі осы буындардың, байланыстардың әрқайсының өзіне жеке тоқталатын боламыз. То же самое алдыңғы сабақтағыдай мәліметтер өте көп болады, бірақтан да өте сочный, мощный және де түсінікті түрде қазір барлығын жеткізуге тырысамын. Ендеше, алдыңғы сабақта біз қарастырған едік, сүйектер арасындағы байланыстың түрлері үшке бөлінеді. Үзіліссіз байланыстар, синартроз, үзілісті байланыстар, диартроз және жартылай үзілісті гемиартроз. Үзіліссіз байланыстарды алдыңғы сабақта толығымен қарастырып, оның классификациясын, қай жерде кездеседі, ерекшеліктер бәрін айтқан едік. Бүгін үзілісті яғни диартроздарға тоқталамыз. Сабақтың соңында гемиартроздар туралы. Ендеше, үзілісті байланыстар, немесе оны диартроз, немесе оны жай ғана буындар деп атайды. Дегеніміз не? Ол сүйектер арасындағы қозғалмалы және буындық қуысы бар сүйектердің байланысу түрі. Басты ерекшелігі сүйекаралық қуыс болады және де қозғалыс жүреді екен. Мына жерде қарап тұрғанымыздай, сүйектің арасында біз білетін алдыңғы сабақтағы дәнекер тін жоқ. Яғни сүйектен арасын есеп қалды, үзіліп қалды. Арасында қуыс бар. Сол қуыстың ішінде буын сұйықтығы, буын беттері, буын капсуласы және де байламдар деген секілді бүкіл аппараттар орналасады. Енді біз буындарды айтатын кезде, соның ішінде осы үзілісті байланыстар, біз осы буындарды сипаттаған кезде де оның негізгі және қосымша элементтерін білуіміз қажет. Ендеше кеттік. Буындардың элементтері екіге бөлінген. Негізгі элементтер және қосымша элементтер. Негізгі элементтер деп отқан сол бүкіл буындарда кездесетін нақты негізгі бөліктер. Ал қосымша деген сөз кейбір буындарда бар, кейбір буындарда кездеспейтін элементтерді біз қосымша деп атайтын. Немесе оны добавочный деп атайды. Добавочный вспомогательный аппарат орысша. Енді кеттік. Негізгі элементтерге не кіреді? Негізгі элементтерге буын беттері, фасцис артикулярис, буын капсуласы, капсула артикулярис, буын саңылауы, кавитус артикулярис және синовиальды сұйықтық, немесе жай ғана синовия деп аталатын сұйықтықтан тұрады екен. Енді кейбір ғалымдар осы жерге сонымен қоса әртүрлі кітаптарда байламдарды қосады, біреулер қоспайды. Бірақтан да мына нәрсені білу керек, байламдар ол кейбір буындарда кездеседі, кейбір буындарда кездеспейді. Сол себептен ол барлық буындарда болмағандықтан оны қосымша элементтерге жатқызған дұрысырақ деп ойлаймын. Енді кеттік. Буын беттері фасцис артикулярис ол шеміршекпен жабылған сүйектің беттері болып саналады. Кәдімгі шеміршекпен жабылған. Енді сол шеміршектің түріне байланысты ол екіге бөлінеді. Гиалинді шеміршек және фиброзды шеміршекпен жабылған буын беттері. Гиалинді шеміршекпен ол көптеген буындар жабылған, ал фиброзды шеміршекпен тек қана 4 буын. Ол самай төменгі жақ сүйек буыны, төс бұғана буыны, акромион бұғаналық буыны және сегізкөз мықын буыны. Қандай буындар десе, суретпен оны осы жерде көрсететін едім. Бірінші, самай төменгі жақтық буын, мына жерде көрініп тұр, демек ол фиброзды шеміршекпен қапталған. Келесі, мына жерде ол мықын сегіз көздік буындар орналасады, жұп, мына жерде жұп орналасқан төс сүйек бұғаналық және де бұғана акромианды немесе акромиальды жалпы буындық беттер болып саналады. То есть осы буындарда қандай буындық беттер кездеседі? Фиброзды шеміршекті буындық беттер кездеседі екен. Енді бұлардың басты қызметі жай ғана сол екі сүйектің арасындағы не? То есть екі сүйектің буындық беттері. Осы буындық беттер арқылы буын пайда болады. Келесі буын капсуласы, яғни капсуля артикулярис, дәл осы буын беттерінің шеткі жақтарын жабатын қабықша болып саналады. Негізгі екі қабаттан тұрады екен. Сыртқы фиброзды және ішкі синовиальды. Мембрана фиброза, мембрана синовиалис. Дәл осыны ішкі синовиальды мембранадан немесе қабаттан буын ішілік сұйықтық немесе просто синовиальды сұйықтық өндіріледі.
Келесі буын саңылауы кавитус артикулярис. Бұл сол буын капсуласының ішіндегі жабық герметикалық кеңістігі. Яғни сыртқы ортамен ешқашан байланыспайды, кәдімгідей тығыз, ішінде ешқандай саңылау болмайды. Синовиальды сұйықтық ол жаңа айтқандай буын капсуласының ішкі синовиальды мембранасынан түзіледі. Оның басты қызметі буын ішін қоректендіреді және де үйкелісті азайтады екен мынау буынның қозғалысы кезінде. Енді мінекей мына жерде көріп жүрек екі сүйек и сүйектің буындық беттері көбінесе қандай гиалинді шеміршекпен жабылған дедік, иә. Одан кейін дәл осы буындық беттерінің шет жақтарына не қаптап тұрады? Мембранасы немесе оны капсула, то есть капсула деп атайды, буын қапшығы немесе буын капсуласы қаптап отырады екен. Капсуланың өзі екі түрлі мембранадан тұрады. Ішкі мына синовиальды мембранадан дәл осы жерден буын сұйықтығы өндіріледі және сыртқы фиброзды мембранадан немесе фиброзды капсуладан құралады екен, иә. Арасында біз білетін жаңағы не буындық саңылау, буын сұйықтығы жүреді. Мына жерде сол кәдімгі тірі препараттың негізі көрінісі көрсетіліп қойған. Мына жерде буын қуысы және де оның сыртқы жақтарындағы синовиальды және оның сыртындағы фиброзды капсула және де буындық беттері. Мысалы осы буындық беттерінің именно егерде гиалинді шеміршек зақымдау, гиалинді шеміршек бай тегістеліп ұсақталатын болса, оны қандай ауру деп атайды? Артроз. Артроз. Бірінші артрит пайда болады, кейін артроз пайда болады. Яғни буын беттер қабынады, кейін ол деформация ұшырайды екен. Енді біз қосымша элементтеріне тоқталайық. Жаңа айтқандай, бұл кейбір буындарда кездеседі, кейбір буындарда кездеспейді. Қосымша элементтерге бірінші байламдар кіретін, лигамента. Негізі байламдар ол алдын біз өткен не еді? Кәдімгі үзіліссіз синдесмоз болып саналатын еді. Бірақ енді ол синдесмоз болғанмен де ол жалпы буынның қосымша элементтеріне кіреді. То есть буынның негізі емес, қосымша элементі. Енді алдыңғы сабақта айтылмады, бірақ осы сабақта оны айтқан уже дұрыс болады, өйткені информация сәл көбірек болғаннан кейін байламдар бөлінеді екен. Капсуладағы орнына байланысты және де ұзындығына байланысты. Капсуладағы орнына байланысты ол капсула ішілік байламдар және де капсула сыртындағы байламдар деп жіктеледі екен. Капсула ішілік деп отқанымыз және жаңағы буын капсуласының ішкі жағында орналасады. Мәселен, оны ертең біз жеке әр буынға тоқталған кезде өтеміз. Ол жамбас сан буыны немесе тізе буыны. Вот сол жерде кәдімгі ішкі байламдар кездеседі, буын ішілік. Келесі буын сыртында немесе капсула сыртындағы байламдар ол кәдімгі біз білетін колатеральды, латеральды, оның бәрін келесі сабақтарда өтеміз. Ұзындығына байланысты байламдар екіге жіктеледі: қысқа және де ұзын. Қысқа деп отырғанымыз ол көршілес сүйектерді байланыстырады. Мәселен, қылқан аралық байлам. Міне қылқан аралық байлам ол осы омыртқалардың қылқанды өсінісінің арасында орналасады. Көріп тұрғанда тек қана екі қылқанды өсінаны бір-бірімен байланыстырып тұрады, иә. Вот, басқа бұның қызметі жоқ. Ал енді ұзын дейтін болса, өте алшақ жатқан сүйектерді өзара байланыстырады. Мәселен, алдыңғы бойлық байлам. Мына мынау алдыңғы бойлық байлам, мына жерде көрініп тұр, иә. Ол қай жерден басталады? Жалпы шүйде сүйектің жұтқыншақтық төмпешігінен басталады екен. Туберкулум жаңағы фарингеумнан басталып, ол бүкіл осы 33-34 омыртқалардың 33-34 болғанда неге дейін 8 көзге дейінгі бүкіл омыртқалардың денесінің алдыңғы бетімен өтіп қайда барып бекиді екен? 8 көз сүйектің екінші, үшінші, кейде төртінші линия трансверс, яғни көлденең сызықтарына барып бекиді екен. Демек, міне көрдік, бұл не істейді екен? Екі алшақ жатқан сүйектерді байланыстырады және сол екеуінің арасында жатқан сүйектерді өзара бір-бірімен нығыздап фиксациялайды екен. Келесі буындық дисктер және де буындық менистер. Негізі бұл буындық дисктер мен менистерді буын ішілік шеміршектері тобына біріктіреді екен. Буын ішілік шеміршектердің өзі екіге бөлінеді, уже дисктер және менистер деп. Енді кеттік, буындық дисктер, дискус артикулярис, ол буын саңылауын екі этажға бөледі екен. О деген сөз, мәселен, мына жерде суретпен қарастырайық. Мынау кәдімгі төменгі жақ сүйек самайлық буын, немесе самай төменгі жақ сүйектік буын. Байқап тұрсақ, оның арасында диск орналасқан. Диск не істеді? Осы буын ішіндегі кеңістікті саңылауды не істеді? Екі этажға бөлді, жоғарғы және төменгі. Бұлардың басты қызметі қандай? Жалпы қозғалыс кезінде амортизаторлық қызмет атқару болып саналады сүйектер үшін. Сонымен қоса жаңағыдай қысымды азайтады, сүйектің беттеріне түсіретін. Енді қараңыздар, буындық дисктер қай жерде орналасады? Жаңа айтқан самай төменгі жақ сүйек буынында, сонымен қоса төс бұғана буын мен акромен бұғаналық буынның арасында орналасады екен. Ал буындық менистер деп отырғанымыз,
Ол кезде уже буынды екі этажға бөлмейді, ол буынды жартылай бөледі екен, то есть жарты участокқа бөледі, және формасы жарты ай тәрізді болып келеді екен. Ол тек қана тізе буында ғана кездеседі. Meniscus articularis, то же самое диспен бірге атқаратын қызметі буын бетіне түсіретін қысымды азайтады екен. Мінекей мына жерде көріп отырғанымыздай менистің екі түрі болады: латеральды және де медиальды мениск. Яғни егер де мынау кіші жіліншік немесе шыбық сүйекке жақын орналасатын болса, оны латеральды, ал если медиальды орналасатын болса, медиальды менис деп аталады екен. Келесі буындық ерін немесе лабрум артикулярис деп аталады. Жалпы ол екі жерде кездеседі: иық буынында және жамбас буынында. Қызметі буындық беттің ауданын үлкейтеді екен. Енді ол қалай үлкейтеді деген сұраққа жауап беретін болсақ, міне қалыпты жағдайда мынау кәдімгі иық буынының көрінісі. Иық буынында жалпы иық буынын екі түрлі сүйек құрайды. Біреуі тоқпан жіліктің проксимальды эпифизіндегі басы, и басының бізде мынау суставная поверхность фасис артикулярис, және де мынау жауырын сүйектің латеральды бұрышына орналасқан не кавитес глиноидалис. Енді байқасақ, кавитес глиноидалис пен тоқпан жіліктің басы ара қатынасы сәйкес емес, то есть кавитес глиноидалис ол қысқа болып келеді, кішкентай. И соответственно мынау не істейді, дұрыс байланыспай тұр. Осыны толыққанды бір-бірімен байланыстыру үшін, яғни былайша айтқанда жаңағы буындық беттің ауданын үлкейту үшін, міне именно кавитес глиноидалистің ауданын үлкейту үшін не пайда болған? Лабрум, то есть еріндер пайда болған екен. Міне мынау жаңа кавитес глиноидалис және оның сыртында орналасқан не, мына жерде еріні орналасады екен. Ерінің сыртында уже не, капсула бекиді екен. То есть демек ерінің мына шеттеріне примерно істейді, капсула бекініп жатыр деген сөз. Капсула бекінді. Түсінікті? Бұл тек қана иық буында емес, сонымен қоса жамбас сан буында да кездеседі екен. Жеке сол буынға барған кезде әрқайсысын жеке қарастырады. Қазір жалпыма мәлімет. Енді мынандай анықтама бар: конгруенттылық деп отырған. То есть конгруенттылық және инконгруенттылық. Конгруенттылық деп отырғанымыз сүйектердің буындық беттерінің сәйкес келуі. Инконгруенттылық сүйектердің буындық беттерінің сәйкес келмеуі. Мысалы, иық буыны ол қандай? Инконгруентті буын болып саналады. Бірақтан да ол жерде ерін пайда болғанға байланысты, ерін пайда болғаннан кейін ол кәдімгі конгруенттылық буынға айналады екен. Демек, оны конгруент еткен не? Әрине оның ерін екен. Лабрум артикулярис. Келесі қосымша элементтердің келесі тобы ол сесама тәрізді сүйектер, немесе оссесамоидея деп аталады. Бұл бір адамдарда болады, бір адамдарда болмайтын, андай жеке бір өзінің туына байланысты кездесетін добавочный, то есть қосымша сүйектер. Олар аса бір қатты қозғалысқа қатыспайды, аса бір өмірдің қажеттіліктеріне бір атсалыспайды. Ол просто қосымша сүйектер. Енді қандай сесама тәрізді сүйектер ажыратылады? Ол бұршақ тәрізді сүйек, мысалы анау білезік сүйектерінің проксимальды қатарында орналасқан бұршақ тәрізді сүйек, от писиформе. Тізе тобығы пателла, ол да тізе тобығында, то есть тізе буынында не қосымша сүйек болып саналады, сесама тәрізді сүйек. Және де қол басы мен аяқ басының кіші сүйектері, байқаған шығарсыздар, жалпы анатомияны оқу барысында кейбір қол басы мен аяқ басының сүйектерінен андай майда-майда кішкентай сүйектер орналасқан. Бұл сесама тәрізді сүйек болып саналады. Барлық адамдарда кездеспейді, тек қана кейбір адамдарда. Мынау пателла жаңа айтқан, пателла, ал мынау ос писиформе, яғни бұршақ тәрізді сүйек. Келесі ол синовиальды сөмкелер. Бурса синовиалис. Енді синовиальды сөмкелер деп отырғанымыз ол жаңағы буын капсуласының өсінділері болып саналады. Именно қайсының? Именно ішкі синовиальды мембранасының бізде содан түзілетін қуыстар болып саналады екен. Буын саңылаумен байланысу мүмкін. То есть ол жаңағы бурса, яғни сөмкелер буын капсуласының сыртында орналасуы мүмкін, то есть буын капсуласымен байланыспайды, немесе буын капсуласымен байланысуы мүмкін екен. Ішіндегі сұйықтығы буынға жақын орналасқан бұлшықет сіңірлерінің үйкелісін азайтады екен. То есть былайша айтқанда бұлшықет сіңірлерін майлап тұрады екен. Және синовиальды қыртыстар, немесе оны плика синовиалис деп атайды, то же самое синовиальды мембранадан түзіледі, буын саңылауындағы бос орындарды толтырады. Егер құрамында майтынды болса, онда оны майлы қыртыс, яғни плика адипоза деп атайды екен. Енді кеттік суреттерде қарайтын болсақ, мынау мысалы тізе буында орналасқан нелер, бұл сөмкелер, бурсалар, бір бурса, екі бурса, үш бурса, төрт бурса, бес бурса, яғни ішінде не орналасады? Сұйықтық орналасады. Қызметі қандай? Сұйықтық тура жоғары жағынан орналасқан, мысалы мына жерде
сіңір, вот соны не істейді, майлап тұрады екен. Ал енді жаңа айтқан плика, яғни плика деп отырғанымыз қыртыстар, ол буын саңылауындағы бос орында отыр. Ол қалай? То есть буын саңылауының ішінде міне ішін просто көмкеріп тұрады екен. Мына жерде мынау бір қыртыс, мынау бір қыртыс, яғни полный жауып тұрады екен ішіндегі бүкіл кеңістікті. Яғни соның арасында уже буын сұйықтығы ары бері өтіп жүреді екен. Егер де осы жерге дейін барлығы түсінікті болса, онда жалғастырамыз буындардың классификациясына. Енді буынның элементтерін қарастырдық, енді біз буынның классификациясына тоқталамыз. Дәл осы классификация өте маңызды буындарды сипаттаған кезде. Ең бірінші, буын беттерінің санына байланысты бұлар төртке бөлінеді. Енді осы жерде де әртүрлі автор бар, әртүрлі кітапта әртүрлі айтады. Біреулер айтады, буын беттерінің санына байланысты буындар тек қана екі бөлікке жіктеледі, жай немесе күрделі. Біреулер төртке жіктейді, осы сияқты, жай, күрделі, комбинация, комплексті. Біреулер екіге жіктейді, жай, күрделі, ал мына комбинацияланған комплекс дегенде оны как қосымша ретінде қасына қосады. Енді қазір барлығын мен өзімнің жалпы түсінгенім бойынша и жинақтаған мәліметтер бойынша түсіндіруге тырысамын. Енді кеттік. Қараңыздар, буын беттерінің санына байланысты жіктелуі буындар жай деп жіктеледі. Бірінші артикуляция симплекс. Тек қана екі буындық бет болады. Негізі бұрындары ойлайтын еді, типа буындар жай, күрделі деп, ол буын, то есть сүйектің санына байланысты. Егер де мысалы екі сүйек бірімен байланысса, ол жай буын, ал үш сүйек бірімен байланысса, ол уже күрделі буын деп. Сүйектің санына байланысты. На самом деле олай жіктеген дұрыс емес. Буынды не түзеді? Буынды ол буындық беттер түзеткен. Соответственно, бұл жердегі біз бөлетіндер ол буын беттерінің санына байланысты жіктеледі екен. Мәселен, қараңыздар мысалы. Иық буыны ол түсінікті. Жаңа айтқан тек қана екі сүйектен ғана тұрады. Я мысалы тоқпан жіліктің басы и жауырынның жаңағыдай впадинасы, жаңағы кавитес глиноидалис. Вот екі сүйек, екі буындық бет, оған разговор жоқ, ол кәдімгі жай буын. Бірақ осы жерде міне кәржілік білезік буыны. Осы жерде если біз сүйектердің санына байланысты есептейтін болсақ, бұл кәржілік білезік буыны ол күрделі буынға кіріп кетеді. Потому что бұл жерде бірнеше сүйек қатысып жатыр. Бірақ біз жаңа айттық, бұл классификация сүйектердің санына емес, ол сүйектің буындық беттерінің санына байланысты саналады. Қазір түсіндірем. Атласты ашайық. Атласты ашатын болсақ, так. Вот. Жоқ. Жеке қарастыратын өзінің несі бар еді. Аха. Бұл жерде бірақ дұрыс көрінбейді екен. Так, мына жерден қазір сіздерге түсіндіруге тырысамын. Кәржілік білезік буыны, я? Вот, кәржілік білезік буыны ол түсінікті. Мына жерде тұрған кәржілік сүйегі, я? Кәржілік сүйегі. Және де мына жерде тұрған білезік сүйектерінен құралатын буынды кәржілік білезік буын деп атайды. Немесе орысша лучезапястный сустав. Енді если біз бұлай қарайтын болсақ, буын бетінің санына байланысты санайтын болсақ, мына кәржілік то есть несі буыны ол қандай сүйектерден құралады? Бірінші кәржіліктің өзінен, және де мына қарайтын болсақ, ладивидная кость. Одан кейін мына жерде жартай тәрізі, және де трехгранный, то есть үш қырлы, я мына үш қырлы негізі бұл да байланысады, өйткені мына жерде негізі диск орналасады. Қазір былай сырттай көріну мүмкін, что бұл шынтақ сүйекпен байланысады деп, именно трехгранный, то есть үш қырлы сүйек и мынау не ослонатом, я. Бірақтан да бұлар негізі диск орналасады. Мына жерде диск көрінбей тұр. Сол диск неседі дәл үстіп келіп, тура мынау диск арқылы олар кәржілік буынмен байланысады, то есть кәржіліктің буындық бетімен. Енді негізі мына үшеуі бар емес па? Мынау сүйек, мынау сүйек, мынау сүйек. Осы үшеуі негізі бір буындық бетті құрайды. Түсінікті? Яғни қандай буындық бетті? Білезіктік буындық бетті құрайды екен. Осы үшеуі бірігіп. И значит, мына үшеуі как бір буындық бет, ал мынау бір буындық бет. Екеуі қосылады қандай? Тек қана екі буындық бетті ғана құрайды. Жаңа айтқандай, жай буындар
тек қана буындық беттердің санына байланысты жіктеледі екен. Если буындық беттері екеу болатын болса, онда ол қандай? Жай. Если одан көп болатын болса, ол уже күрделі болып саналады екен. Түсінікті ме? Мынау үшеуін, если біз жеке-жеке сүйек ретінде санайтын болсақ, бұл уже күрделі буынға кіреді. Бірақтан да бұл үшеуі буын ретінде тек қана то есть тек үшеуі бірге жүрген кезде ғана буын ретінде функционировать етеді. Мәселен, мына жерде қозғалыстардан ақ біле беруге болады. Вот, көрдік па? Осы үшеуі не істеп жатыр? Бірге қозғалып жатыр, именно проксимальды бөлігінде. Немесе мына жерде. Вот. Мына негізі диск орналасса, сол дискте былай қатысады екен. Көрдік па? Осы үшеуі бірге буындық бетті құрап жатыр. Енді кеттік. Ал күрделі буындарды, оны басқаша қандай буын деп атайды? Оны артикуляция композита деп атайды. Екіден көп буындық беттерден құралады. Яғни екіден көп буындық беттер және бірнеше жай буындардан тұрады. Мысалы, шынтақ буыны. Шынтақ буынның өзі ол 3 түрлі жай буындардан құралған. 3 түрлі жай буындардан. Так, қайтадан атос ашатын болдық. Так. Әлі қозғалып тұр. Мына жерден байламдардан көрінбей қалады. Лучше кәдімгі сүйектің өзін аша салайық, я. Вот, қарайық. Мына жерде тұрған шынтақ, енді шынтақ буыны деп, ол жалпы мына жерде тұрған 3 сүйекті айтады. Бірақ бұл жерде сүйекке қатысты емес, бұл жерде буындық беттер санына байланысты біз оны жіктейді екенбіз. Міне қараймыз. Қандай жай буындардан тұрады мына шынтақ буыны? Ең бірінші біз білетін иық сүйегімен, мына тоқпан жілікпен, мына жерде тұрған екі білек сүйегімен арасына байланысты. Мына иық кәр жілік буыны, иық шынтақ буыны, то есть мына жерде тұрған мына домалақ тәрізді буындық беті және мына жерде блок, я шығыр тәрізді буындық беттер не істейді? Мына екі сүйек беті байланысады екен тоқпан жілікпен. Демек, мына бір буын кетті, екінші буын кетті, және де мына жерде кәр жілік пен шынтақтың арасындағы проксимальды буын жатады екен. Мына демек, мынау өзі кәр жілік пен шынтақтың өзі өзара бірге байланысады. И соответственно, қанша буындық бет пайда болды? 3 буындық бет пайда болды. Мынау бір буындық беті, мынау екінші буындық беті, мынау үшінші буындық беті. И вот сол себептен де бұл не? Күрделі буын болып саналады екен. Сүйектің санына емес, байланысатын буындық беттердің санына. Келесі біздің айтатымыз ол комбинацияланған және комплексті. Бұлар өте оңай, бұлар уже как қосымша ретінде жүреді. Міне, комбинацияланған деген сөз топографиялық тұрғыдан бөлек орналасқан, бірақ бірге қызмет жасайтын буындарды біз комбинацияланған буындар деп атаймыз. Ол деген сөз мынандай. Например, самай төменгі жақ сүйек буынын алайық, я? Самай төменгі жақ сүйек буыны, енді біз білеміз, екі самай сүйегі болады. Екі самай сүйегіне мына жерде төменгі жақ сүйектің несі екі өсіндісі болады, екі шетінде. И соответственно, екеуі екі жерде тұр, оң жақта, сол жақта. Бірақ буын қай кезде жұмыс жасайды? Екеуі бірге қозғалған кезде ғана не істейді? Ауыз астына қарата ашылып жабылады екен. Түсінікті ме? Немесе омыртқа аралық буындар. Омыртқа аралық буындар то же самое не? Процесс артикулярис супериордан екеу, процесс артикулярис инфериордан екеу болады. Соответственно, мысалы, тек қана, то есть екеу екі жерде орналасады, бірақ оң жағы или сол жақ процесс артикулярис десе, тек сол или оң жақ қана қозғалмайды, қозғалса екеу бірге қозғалады. Түсінікті ме? Не? Топографиялық тұрғыдан бөлек орналасқан, бірақ бірге қызмет жасайтын буындарды біз атайды екенбіз. Немесе атлан шүйделік буын. Например, атлан ол бірінші мойны омыртқасы масса латералис, масса латералисдің жоғары жағында фасцит артикулярис орналасады. Ал анау шүйде сүйектің именно кондилус айдаршығы не істейді? Сол немен байланысады масса латералиспен. Енді байланысқаннан кейін, соответственно, мынау қозғалған кезде екеуі де бірге қозғалады. То есть қызмет жасайтын кезде екеуі бірге қызмет жасайды, бірақ екі түрлі жерде орналасады. Тек қана мысалы бір шеті ғана бүйтіп бүгіліп, екінші шеті бүйтіп ажырап кетпейді, екеуі бірге қозғалады. Түсінікті ғой? Комбинацияланған деген сөз осы. Ал комплексті деп отырғанымыз ол жерде не?
диск немесе менис кездесетін болса, оны комплексті деп атайды. Енді диск жаңа айтқан қай жерлерде кездесетін еді? Ол біз білетін мынау төменгі жақсүйек самайлық буынды немесе самай төменгі жақсүйек буынында, одан кейін мынау төс бұғаналық және бұғана акромионды буындар кездеседі. Және жаңа айтқан лучезапястный суставта да кездесуі мүмкін. Енді ол дисктер әр буынға жеке келген кезде соларды қарастырамыз. Ал менис тек қана тізе буынында кездеседі. Соответственно, біз айтамыз, қараңыздар. Например, белгілі бір буынды сипатталған кезде, мысалы шынтақ буыны болсын, кәржілік шынтақ буыны болсын, немесе иық буыны болсын, жамбас сан буыны болсын, бірінші, жай ма күрделі ма? Нақты негіз сол, жай или күрделі? И осы жерде ол комбинацияланған ба, то есть жаңағыдай екі бірдей жерде әрекет етеді ма или етпейді ма? Комбинацияланған немесе комбинацияланған емес деп айтамыз. Және комплекс емес. Если диск менис болатын болса, комплексті емес, болатын болса, комплексті, болмайтын болса, комплексі емес деп айтады екенбіз. Түсінікті? Осылай бірінші жіктелуі. Келесі, ол буын беттерінің пішіне байланысты. Енді мына жерде негізгі кездесетін пішіндерді жаздым. Қазір бұны как факт ретінде жаттап алайық. Цилиндр, шығыршық, бұранда, эллипс, айдашық, ершік, шар, жаңғақ тәрізді және жалпақ. Енді мына жерде тұрған негізі бұранда деген, ол бұранда мынау шығыршық тәрізді буындық бетінің пішінің бір андай альтернативасы, бір түрі, соның бір андай ерекше бір енді андай соның бір туындысы болып саналады екен. То же самое мына жерде тұрған жаңғақ тәрізді, ол мынау шар тәріздің бір туындысы болып саналады. То есть по сути ол шар тәрізді или по сути ол шығыршық тәрізді, бірақ формасы сәл өзгеше болғандықтан оны басқаша атпен атаған екен. Енді келесі пішіннен кейін ол не? Ось саны бойынша. Осы өте маңызды. Осы көпшілігі осыны түсінбейді. Ось санына байланысты негізінен үшке бөлінген. Бір осьті, екі осьті, үш осьті. Жалпы ось деп отырғанымыз немесе оны білік деп атайды. Ол именно қозғалыс жасайтын как бы білікті немесе сондай бір кеңістікті ось деп атайды. Негізі үш түрлі ось немесе үш түрлі білік ажыратылады екен. Ол бізде вертикальды, фронтальды және сагитальды. Енді қара жүрек өте маңызды. Вертикальды дейтін болса, ол жерде қозғалыс тек қана ішке және сыртқа бұрудан ғана тұрады екен. Ішке және сыртқа бұруды жалпыма вращение деп атайды, бұру, оны ротация деп атайды. Ал именно ішке бұратын болса, сүйекті, оны пронация, сыртқа бұратын болса, оны супинация деп атайды. Пронация, супинация. Мәселен, мына жерде, мынаны көріп тұрмыз ғой, мынау бізде пронация, супинация. Қолды просто алақанды ішке қарата бұратын болсақ, пронация, сыртқа қарата бұратын болсақ, супинация деп аталады екен. Бұл не? Просто сол қандай жазықта вертикальды білікте, то есть оста ішке және сыртқа қарата бұру. Қазір бұны как факт ретінде жаттап алайық. Қазір 3D анатомия аталсам бөлек түсініктірек болады. Келесі фронтальды оста ол тек қана не? Бүгу және жазу ғана қимылдар жүзеге асырады. Бүгу деп отқанымыз флексио, жазу деп отқанымыз экстенсио. Мына жерде ол кәдімгі иық, то есть шынтақ буын бүккен кезде шынтақ буынын бүгетін болсақ, ол флексио, жазатын болсақ экстенсио. Флексио, экстенсио деп көрсетіліп тұр екен. Бұл қандай? Бұл фронтальды оста. Ал енді сагитальды оста қандай қимыл жасалады екен? Әкету, әкелу. Абдукцио, аддукцио. То есть просто иық буын мысалында оны не істейді? Көтереді, то есть әкетеді және қайтадан орнына әкеледі екен, ол кәдімгі положениесіне. Абдукцио және аддукцио. Түсінікті? Енді фронтальды остен сагитальды оське өту кезінде айналмалы қозғалыс жасалынады. То есть фронтальды кезінде біз не істейміз? Просто бүгеміз жазамыз, бүгеміз жазамыз. И осы бүгіп жазбаққан кезде оны плюс еще сагитальды оста оны бүйтіп сыртқа, то есть әкетіп әкелетін болса, ол не істейді? Қозғалады екен. То есть айналмалы қозғалыс жасауға болады екен. Түсінікті? Енді осыған байланысты бір осьті деп отырғанымыз, және мынау үш жазықтың біреуінен тек бір жазықтықта ғана қозғалыс жасай алуы. Екі осьті осы үшеуінің тек екеуін, үш осьті осы үшеуін де жасай алу қабілет болып саналады екен. Енді кеттік. Енді осы ось санына байланысты мынау буын беттері тікелей бір-бірімен байланысып келеді екен. Бірінші біз мынау жаңа айтқан циркумдукция, то есть айналмалы қозғалыстары. Иық буынды
поны айналдыратын болсақ, ішке айналдырып, сыртқа айналдырып, иә, бұру емес, айналдыру. И мынау аяқты то же самое, ішке айналдырып, сыртқа айналдырып деген секілді қозғалысты жасап алады екен. Енді бұның қазір жеке-жеке әр буынға тоқталған кезде более түсініктірек болады. Міне бір осьті буындар. Бір осьті буындарының буын бетінің пішіні осындай үш түрлі болады екен. Только осындай үш түрлі. Ол цилиндр тәрізді болуы мүмкін, шығыршық тәрізді болуы мүмкін, немесе бұранда тәрізді болуы мүмкін. Негізі мынау бұранда тәрізді деп отырғанымыз осы шығыршықтың бір андай альтернативасы ғой, бір жаңағыдай туындысы. По сути, мына бұранда емес шығыршық деп те айта берсе қате болмайды. Енді қарайық, қазір атылыспен терең жұмыс жасаймыз. Бір осьті буындар, именно мысалы біз цилиндр тәрізді пішінді алатын болсақ, ол қандай, ол тек қана вертикальды бағытта ғана қозғалыс жасайды. Ал вертикальды бағытта біз қандай қозғалыс жасалынады дедік? Ішке және сыртқа бұру. Вот пронация, супинация. Оған мысал ретінде біз нені айтамыз? Проксимальды және дистальды кәрі жілік шынтақ буыны. Вот қазір енді атылыстан қарай қараңыздар. Пішіні қандай? Цилиндр тәрізді. Проксимальды және дистальды кәрі жілік шынтақ буыны. Бір осі, то есть тек қана бір жазықтықта ғана қозғалыс жасай алады екен. Так, қазір көрсетеміз. Вот. Бірінші мынаны қарастырайық. Буын, иә, мына. Вот. То есть бұл жерде цилиндр тәрізді деп отырғаныз, цилиндр тәріздің пішіні негізі мынандай ғой. Осындай домалақ, как андай бочка сияқты. Бочка сияқты домалақ, астыға осы кетеді. Цилиндр деп отырғаныз, оны пішіні осындай домалақ тәріздес. Енді цилиндр тәрізді буындар, то есть буындық беті бір осьті қозғалыс жасайды. Қандай? Вертикальды жазықтықта ішке бұру, сыртқа бұру. Пронация, супинация. Міне, о тура мынау кәрі жіліктің қызметі сәйкес. Қара, кәрі жілік мына жерде тұрған шынтақтың именно не вырезка дейді ғой, то есть тілігіне неседі байланысып, мынау бұлай ішке сыртқа қарата қозғалады екен. Міне, қаз көрсетейін. Міне, мынаны көріп тұрмыз ба? Әрекетті. Вот, яғни кез келген осындай цилиндр тәрізді буындық беттер не істейді, қандай қозғалыс жасайды? Осылай, міне, көріп тұрмыз ба? Ішке бұрып жатыр, қолды ішке бұру. Міне, қазір үстіп өздеріңіз әрекет жасап көрсеңіздер болады. Ішке бұру және міне ішке бұрды, пронация және сыртқа бұрды, супинация. Демек, бұл қай жерде жүзеге асып жатыр екен? Именно проксимальды кәржілік шынтақтық буынында жүзеге асады екен бұл нәрсе. Демек, если ертең сіздер кәржілік шынтақтық буында, именно проксимальды кәржілік шынтақтық буында қандай қозғалыс жасалады дейтін болса, тек қана осындай вертикальды жазықтықтағы осындай қозғалыс жасалады екен. Яғни ішке бүгу, сыртқа бүгу. Түсінікті? Одан кейін жаңа біз айттық, қай жерде? Мына жерде, то есть дистальды. То же самое. Бізде мынау дистальды бөлігінде де осындай не? Вот цилиндр тәрізді. Вот көріп тұрмыз ғой? Цилиндр тәрізді. Осы, короче, андай ғой. Полный домалақ емес, қана жартылай домалақ буындық бетін цилиндр тәрізді деп атайды. И то же самое бұл жерде қандай? Мына ішке және сыртқа қарата бұрып жатыр екен. Бұл жерде де то же самое қозғалыс жасалынады. Келесі сабақтың презентациясы екен. Вот, ішке және сыртқа бұру. Цилиндр тәрізді, иә? Проксималь және дистальды кәржілік шынтақ буыны. Келесі, шығыршық тәрізді буын, немесе бұранда тәрізді. Негізі екеу бір нәрсе. Бұлар бір осьті, именно шығыршық тәрізді пішін, немесе бұранда тәрізді пішін. Қандай ось бағытына қозғалыс жасайды? Ол фронтальда. Ал фронтальда біз білеміз, қандай қозғалыстар еді фронтальдада? Ол бүгу және жазу. Енді шығыршық тәрізді дейтін болса, қай жер еске түседі? Шығыршық дейтін болса, ол екі жер еске түсу керек. Яғни иық шынтақ буыны және фаланга аралық буындар. Өйткені жалпы біз буынның негізгі несін, то есть сүйектері өткен кезде біз білеміз, мынау шығыршық деп аталады, иә, блок деп аталады ғой. Яғни мынау айдаршық, и осы айдаршықтың мына жеріне шығыршығы. И мынау не? Шығыршықтық тілік инцизура трахеалис деп аталады. Соответственно, мынау бұл шығыршық тәрізді буындық бет болып саналады.
немесе бұны кітапта бұранда тәрізі деп қойған, винт тәрізі, бірақ ол не, по-любому осы шығыршық тәрізінің бір түрі болып саналады екен. Демек қараңдар, қандай қозғалыс жасайды? Тек қана бір бағытта бүгу жазу дедік қой. Міне қазір көрсетемін. Бүгу жазу. Вот. Көріп тұрмыз ба? Уже не істеп жатыр? Мынау айналып жатқан жоқ. То есть мынау айналып жатқан жоқ. Не істеп жатыр? Просто бүгу жазу. То есть флексио бүгу, мына флексио және экстенсио жазу болып жатыр екен. Түсінікті? Вот осындай қозғалысты қандай буындық бет жүзеге асырады екен? Шығыршық тәрізді немесе бұранда тәрізді буын. Тура осындай секілді буын мына жерде жаңа біз айтқан қай жерде орналасады? Фалангаралық буындарда. Өйткені фалангаралық буынның да буындық бетінің пішіні қандай? Шығыршық тәрізді. Бүгу жазу болды, бүгу жазу. Кеттік. Фалангаралық дейтін болса, қазір тексеріп көрейік, қарап көрейік. Вот мынау фаланглер, и вот қараймыз. Көріп тұрмыз ғой? То же самое, міне бүгу флексио және жазу экстенсио. Даже қолдармен тексеріп көрсек болады. То есть саусақтарды, фаланглерді бүгетін болсақ, бұл қандай? Бұл фронтальды бағыттағы қозғалыс. То есть бүгу жазу флексио экстенсио екен. Көрдік па? Демек, өзі бар жоғы осындай бір осьті буында тек осы үш ақ қана буындық беттердің пішіні кездеседі. Цилиндр тәрізді, шығыршық және бұранда. Енді шығыршық тәрізді ол фалангаралық буындарға жатады, ал бұранда болатын болса, ол не? Иық шынтақ буыны жаңа көрсеткен. Бірақ мынау бұранда демей, шығыршық диверсиде болады, ол қате болмайды. Түсінікті? Вот демек бір осьті буын тек қана не? Бір жазықта ғана қозғалыс жасайды. Енді келесі. Вот мына жерде қазір көрсетсек болады. Вот цилиндрический сустав, то есть цилиндр тәрізді көріп тұрмыз ғой міне. Вот цилиндр деген негізі пішіні осындай болады. Ол қалай байланыстырып тұр? Дәл мынау шынтақ сүйектің арнайы тілігі бар еді, сол тілігіне өстіп бекініп байланысып тұр. Ал мынау жаңағы блоковидный, то есть блок тәрізді немесе шығыршық тәрізді көрдіңдер. То есть бұл осылай иық сүйегі мен шынтақ сүйектің арасында орналасқан екен. Немесе тоқпан жілік пен шынтақ сүйектің арасында. И ол не істейді? Просто бүйтіп бүгеді, жазады. Бүгеді, жазады. Вот. Осы орналастыр. Келесі енді екі осьті буындар. Екі осьті буындар уже не? Екі ось бойынша қозғалыс жасайды екен. Енді оның буындық беттерінің пішіні эллипс тәрізді, ершік тәрізді және айдашық тәрізді деп бөлінеді екен. Бірінші біз эллипс тәрізден бастайық. Эллипс тәрізді буындық бет болатын болса, немесе ершік тәрізді буындық бет болатын болса, екеуі де бірдей ось бойынша қозғалыс жасайды екен. Фронталь және сагиталь. Еске түсірейік. Фронталь жасыда қандай еді? Флексио экстенсио. Бүгу жазу. Бүгу жазу. Мына қозғалыс қандай? Бүгу жазу. Сагитальды да, вот ол уже новый. Сагиталь ол не? Әкету, әкелу еді. Әкету, әкелу. Және жаңа айттық. Фронтальды жазықтан сагиталь жазыққа өткен кезде, немесе сагиталь жазықтан фронталь жазыққа өткен кезде қосымша бір қозғалыс пайда болады, ол айналмалы қозғалыс деп. Қазір барлығын көресіңдер, қазір бәрін түсіндірем. Міне фронтальды, бірінші эллипс тәрізді қай жерде орналасады? Кәрі жілік білезік буынды. Жаңағы мен айтқан буында кеседі. Кәрі жілік білезік буыны. Вот, мынаны қазір тоқтатайық. Вот, міне. Мынау бізде эллипс тәрізді буын болып саналады. Ой, новыйдан аша саған бүгін болып тұр ғой бізге. Вот, міне. Кәрі жілік, мынау білезік. Именно білезіктің қай сүйектер дедік? Мына крукиформи, лунатум және де тригетрум, вот осы үшеуі. Енді соответственно эллипстің пішіні сәл мынандай, то есть бір шеті етіп астыға қарата ығысқан, бір шеті мынандай как доға тәрізді, мынандай сопақша күмбез тәрізді осылай орналасады екен. Енді жаңа эллипс тәрізді кезінде екі түрлі бағытта қозғалыс жасалынады екен. Ол қандай? Бүгу жазу фронтальды және де сагитальды да не еді? Әкету, әкелу. Енді кетті, көрсетейік. Дәл осы жерде қозғалыстар. Бірінші бүгу жазу. Міне, көріп тұрмыз ғой. Бүгу жазу міне. Флексио, экстенсио. Мына флексио артқа, экстенсио. Мына флексио, экстенсио. То есть просто бүгу жазу міне. Бүгу жазу. Бұл қандай бағытта? Фронтальда. Екінші қозғалыс ол сагитальды дедік, Сагитальды бағытта қозғалыс ол қандай? Әкету, әкелу.
мынау болу керек. Міне вот әкету абдукция және әкелу аддукция. Оны көрдіңдер қай жер қозғалып жатыр. Вот тек қана мынау лучезапястный сустав, то есть кәржілік білезік буыны ғана қозғалып жатыр екен. Демек кәржілік білезік буыны екі түрлі оста қозғалыс жасайды екен. Ол қандай? Фронтальды бүгу жазу және де не еді аты? Сагиталь жазықта ол не? Әкету әкелу. Енді жаңа айттық. Ол қосымша жаңағыдай айналмалы қозғалыс жасайды. Мен мына жерде оны көрсетпеген вроде. Бұл жерде айналмалы қозғалыс жоқ. Жоқ, бұл уже басқа нәрсе. Айналмалы тек осы екеуі ғой. Енді айналмалы деген сөз кәдімгі мынау кистті, мына кист бар ғой, білесікті өйстіп айналдырасың ғой қолыңды бүйтіп мына. Ана мысалы ДШ кезінде упражнение жасайсың ғой, кистті қандай қыздырамыз дейді ғой. Сол сияқты мысалы мынау иық буынын бүйтіп айналдырасың ғой, бүйтіп қолды көтеріп қойып жаңағыдай алдыға артқа көбелек тәрізді етіп, или мысалы ДШ кезінде бүйтіп жүз уаққа сияқты етіп жаттығу жасайтын едік қой. Сол сияқты бұда кисті просто істейміз, бүйтіп айналдырады екенбіз. То есть просто айналмалы қозғалыс. Мынау былай айналады ғой өйстіп. Түсінікті ғой? Вот, бұл негізінен не нәрсеге қатысты? Эллипс тәрізді, яғни бүгу жазу, әкелу әкету және айналмалы қозғалыс. То же самое, дәл осындай қозғалыстар мынау ершік тәрізді буында да жасалады. Негізі ершік тәрізді деп отырғанымыз осы эллипс тәрізінің бір несі ғой, бір өкілі, бір жаңағыдай модификация істесек болады. И дәл осы мысалы ершік тәрізді буын ол білезік саусақ буына сәйкес келетін болса, мысалы именно бірінші саусақ пен білезік арасында, иә, оны ершіміз, оны эллипс деп те айта берсе болады. Енді кеттік. Бұда да тоже самый қозғалыстар жасалынады екен. Осы жерде мен сразу өзім камерамды көрсетіп түсіндіре салайыншы, жалпы қиналмай. Қазір мен түрін көретін боласыздар. Жалпы барлықтарыңызға сәлем. Енді қараңыздар, жаңа айтқан мына кәржілік білезік буында қозғалыстар, мына бүгу жазу, мына бүгу жазу. То есть бүгу жазу, мына флексио экстенсио. Одан кейін жаңа айтқан не? Абдукцио аддукцио, мына әкету әкелу болып жатыр. То есть мына былай и былай. Және жаңа айналмалы қозғалыс еткен соң былай ғой, мына осындай қозғалыстар жасалынып жатыр. Осылай. Енді жаңағы айтқан бірінші, то есть мына білезік және мына бірінші саусақ сүйек. Бұл да тоже самый қозғалыстар жасалынады екен. Міне жаңа былай бүктік қой. То же самое мынау саусақ не істейді? Мына көрдік қой. Бүгу жазу. Флексио экстенсио. Бұл ершік тәрізді. Ал аны әкету әкелу деп отырмыз, міне былай. Хоп. Көрдік қой мына. Әкету әкелу. Міне осындай қозғалыстар жасалады екен. Енді камерамды қайтып скрит етіп қойайын. Демек түсінікті ғой, білезік саусақ буыны ол осындай тура мынау кәржілік білезік буыны секілді осындай қозғалыстарды жасайды екен. Енді келесі ол айдаршықтық буын. Енді бұл жерде фронтальды сагитальды емес, бұл жерде фронтальды вертикальды ось бойынша қозғалыстар жасалынады екен. То есть бүгу жазу және ішке сыртқа қарата бұру болып саналады айдаршық тәрізді. Енді айдаршық яғни кондилус деп атайды. Енді сол тізе буында кездескендіктен оны не дейді? Айдаршықтық буын деп атайды. Кеттік. Мына жерде анатомический атластан іздеп көрейік. Вот. Мына, как раз. Бүгу жазу. Көрдік қой? Мына. Бүгу қайта орнына келтірді, жазу. Флексио экстенсио. Және екіншісі бар еді, ол қандай дедік? Қандай жазықты дедік? Яғни вертикальды жазықта ішке бұру, сыртқа бұру. Мына жерде енді сіздерге көрініп тұр ма? Вот. Мына. Ішке бұрды, сыртқа бұрды. То есть пронация болып жатыр, супинация болып жатыр. Көрдік мұны? Вот. Ішке сыртқа бұру. Бұл уже қандай вертикальды ось бойынша қозғалыс жасалынып жатыр деген сөз.
Демек түсінікті, айдашықтық, то есть екі осьті буын деп отырғанымыз тек қана екі ось бойынша ғана жасалынады. Оның негізгі именно қандай буындық беттердің пішіні жасайды осы қозғалысты екі осьті: эллипс тәрізді, ершік тәрізді, айдашық тәрізді. Если мынандай форманы көретін болсақ, мына цилиндр, шығыршық, бұранда бұл тек қана бір осьті. Ал мынандай көретін болсақ, ол тек қана екі осьті буындар. Түсінікті? Қызметтерді көрдіңіздер, буындарды көрдіңіздер. Мына жерде қазір жақсы тағы да бір көруге болады. Эллипс тәрізді буын. Мына жаңа айтқан не? Лучезапястный сустав, то есть кәржілік білезік буыны. Вот эллипс деген сөз мына осындай пішінде. Сол кәдімгі не? Бүгу, жазу, әкету, әкелу болып саналып жатыр. Седловидный сустав, то есть ершік тәрізді большого пальца кисти. Мына былай байланысты, то есть кәгандай түрік ер тоқымы сияқты. Вот, я. Ол да то же самое істейді. Бүгу, жазу, әкету, әкелу болып жатыр. Әкету, әкелу. Келесі. Ол не? Мышечный сустав коленный. Вот мынау түсінікті уже, я жаңағы айдаршық тәрізді болғаннан кейін. Және де үш осьті буындар, ең қызығы, үш осьті буындардың өзі үш негізгі буындық бетінің пішіні болады. Шар тәрізді, жаңғақ тәрізді және жалпақ тәрізді. Үш осьті буын деген сөз үш бағытта да қозғалыс жасалына береді. Фронтальды, сагитальды, вертикальды, бүкіл бағытта. Енді дәл мынаны мен қазір видеоны ашып та көрсетсем болады. Мысалы қараңыздар. Шар тәрізді пішін ол қай жерде кездеседі? Иық буынында кездеседі. Иық буынында үш түрлі ось бағытта жасалынатын болса, ол уже оңай. Былай көрсете беруге болады. Міне. Қазір көрсетейін. Вот. Мынау иық буыны болатын болса, қандай? Бүгу, міне бүгу, флексио, экстенсио. Міне артқа қарата флексио, экстенсио, флексио, экстенсио. Одан кейін абдукцио, аддукцио міне. Әкету, әкелу. Әкету, әкелу. Міне. Түсінікті? Осындай. Енді жаңа айттым. Егерде фронтальдан сагитальдыға немесе сагитальдан фронтальдыға ауысатын кезде айналма қозғалыс жасады. Ол мынандай, міне қараңыздар. Вот вроде мен как бүктім, флексио болып жатыр, я, фронтальда. И мен сагитальдыға ауысқым келді мені. Былай, әкетіп. И уже не көріп тұрмыз? Айналмалы қозғалыс міне. Бұны циркумдукцио деп аталады екен. Ал жаңағы вертикальді ішке бұрып, сыртқа бұрып, былай міне. Ішке бұрдым, сыртқа бұрдым. Ішке бұрдым, сыртқа бұрдым. То есть мынау бүйтіп, ішке бүйтіп бұрау жатыр мына иық буыны. Осылай, осылай. Түсінікті? Міне иық буынында қозғалыстар осындай қозғалыстармен жасалады екен. Ал енді мына жерде тұрған мынау жаңа айтқан иық буындағы негізгі формасы шар тәрізді болып келеді екен. Ал енді жаңғақ тәрізді отқанымыз, бұл уже қай жерде? Жамбас сан буынында орналасады екен. То же самый қозғалыстар осы жерде жасалады. Енді бұны мен көрсете алмаймын. Бұны через атос арқылы көрсетуге болады. Қазір жамбас сан буында. Мына жамбас сан буыны. Қараймыз. Вот. То же самое. Бүгу, жазу, флексио, экстенсио, флексио, экстенсио болып жатыр, я? Одан кейін. Вот. Пронация, супинация. Вот. Сыртқа айналдыру супинация, пронация ішке айналдыру болып жатыр. Сыртқа ішке қарата айналдыру. Және де не қалып кетті? Мына жерде енді көріне ма? Жоқ, керісінше, мынау пронация, супинация болып жатыр. Мынау супинация, мынау пронация. То есть ішке бұру, сыртқа бұру болып жатыр ғой. Ішке және сыртқа бұру. Ал мынау сагиталь жазықта болып тұр ғой, я. То есть мына әкету болып жатыр. Әкету және әкелу болып жатыр. Түсінікті? Яғни мынау уже сагиталь жазықта. Әкету, әкелу, абдукцио, аддукцио болып жатыр. Енді соответственно, анау қалай қозғалады дейтін болсақ, мысалы фронтальдыдан неге сагитальдыға, ол уже кәдімгі түсінікті, уже фантазияны қосып ойлай беруге болады. Кәдімгі бүйтіп через жаңағыдай бастан тебетіндер бар, каратистер, таэквондистер уже елестетуге болады. Айналып тұрып қозғалысты. Вот тура жаңағы иық буын сияқты бұлар не істеткен? Қозғала алады екен. Және де үшінші соңғысы ол не? Жалпақ тәрізді. Бұл жалпақ тәрізді буын бетінің пішіні то же самое үш бағыт қозғалыс жасайды. Ол қай жерде орналасады? Омыртқа аралық буындар. Омыртқа аралық буындар бұл жерде мен қазір вроде атласта жоқ. Или бар ма екен, қазір көре салайық. Атласта жоқ болса да ауызша түсіндіруге тура келеді. Жоқ, атласта жоқ екен. Бұл түсінікті, то же самое, былай ғой. Омыртқаны алдыға бүгу, артқа бүгу, то есть флексио, экстенсио. Одан кейін қазір нені видеомен қосып
түсіндіріп көруге тырысайын. Вот мысалы алдыға бүгілу, артқа бүгілу, то есть флексио экстенсио, флексио экстенсио. Одан кейін сагиталь деген сөз не? Вот аддукция, абдукция. Вот екі бүйірге қарата, бүйірге қарата. Ал анау пронация, супинация деген сөз андай типа скручивание, типа бүйтіп или бүйтіп деген секілді ғой. Ал жаңағы циркумдукция деген о не? Жалпы былай не екен? Кәдімгі мынау арқа жақты бүйтіп қозғалтқан секілді қимылдар жүзеге асырылады екен. Енді бұның барлығын тағы да қосымша сіздерге мынау именно омыртқаларға барған кезде вот сол жерде тағы да қосымша көрсететін боламыз полный жаңағыдай движениялармен, түсінікті? Бұл жалпы мақсат сіздерге как понятие ретінде қалыптастыру болып саналып жатыр. Так, вроде барлығын түсіндірдік. Енді келесі біздің айтатын нәрсе. Вот мынау жаңа плоский сустав мына жерде жалпақ буын только омыртқада ғана емес. Енді омыртқа дегенде қай жер? Процессус артикулярис superior inferior арасында байланыс бар емес, вот сол жерді айтып жатыр бұл жерде омыртқалық буындар деп. Түсінікті? Атақ ол сонымен қоса тағы да қай жерде орналасуы мүмкін? Мынау айдаршық, то есть айдаршық емес, не еді? Мына тобықтың астыңғы жағында орналасатын, так атын ұмытып тұрмын. Тілерсек, толарсақ сүйектердің аралығында орналасуы да мүмкін екен. Бұның да қозғалысы қандай 3 түрлі бағытта жасалынады. Ал ендеше осылайша біз не істедік? Толыққанды бұлардың классификациясын, негізгі бұлардың әрекеттерін толыққанды қамтыдық. Енді, құрметті достар, сіздер буын туралы ақпараттарды толыққанды игердіңіздер деген ойдамын. Енді қазір соңғы бір тақырыпты қарастыра салайық. Бұл не? Бұл жартылай үзілісті буындар, немесе оны гемиартроз деп атайды. Гемиартроз немесе жартылай үзілісті буындар немесе симфиздер үзілісті мен үзіліссіз байланыстың аралығы. Шеміршекті дис арқылы байланысты. Қараңыздар, қай жағы үзіліссізге келіп тұр? Бұл жерде екі сүйектің арасында дәнекер тым болып тұр, шеміршек. Ал қай жағы үзілістіге сәйкес болып тұр? Бұл жерде диск емес, қуыс болуына. То есть арасында көріп тұрмыз, қуыс бар екен шеміршектің арасында. Басты ерекшелігі енді бұның жаңағы үзілісті болып кетпеуінен, ол жерде буын қапшығы, буын сұйықтығы болмайды екен. Түсінікті? И байламдарда болмайды. То есть андай буынға қатысты негізгі элементтер жоқ. Енді бұның екі түрі ажыратылады, тұрақты және уақытша. Тұрақты деп отырғанымыз кәдімгі қасаға симфизі. Екі шат сүйектің арасында орналасады, немесе сегіз көз құйымшақ симфизі. Сол жерде де екі арасында орналасуы мүмкін тұрақты. Уақытша төс сүйек тұтқасы мен денесі арасында орналасуы мүмкін, то есть манюбрум стерни мен корпус стернинің арасында, және де төс сүйек денесі мен семсет тәрізді өсінің арасында, то есть корпус стерни мен процессус ксифоидеусының арасында да орналасуы мүмкін. Бұл уақытша, то есть то же самое не істейді екен, уақытша временный синхондроз сияқты бұларда жойылып кетуі мүмкін. Ал осылайша, құрметті достар, біз өзіміздің екінші лекциямызды аяқтаймыз, екінші сабағымызда. Жалпы сабақ толыққанды түсінікті болды деген ойдамын. Мынау сабақтардың айтылған ақпараттардың барлығын бір қайтадан қайталап шығып, өздеріңізге түртіп алыңыздар. Келесі үшінші сабақ бұл уже кәдімгі буынның сипаттау алгоритмі бойынша талдайтын боламыз. Сіздермен байланыста болған Шалдар Ақылбек Асылбекұлы, бұл Репликон қазақ тілді медициналық каналы.